Күннің күрт жылынуынан үш өңірде өзендердегі су қауіпті деңгейге баруы мүмкін. Қазгидромет болжамынша, Ақмола облысы Державинск қаласындағы Есіл өзені гидрологиялық бекетінде су деңгейі 4 сағатта 18 сантиметрге көтерілген. Синоптиктер су көлемі әлі де артып, жақын маңдағы тұрғын үйлер мен шаруашылықтарға қауіп төндіруі мүмкін екендігін айтады. Ал Шығыс Қазақстан облысында 10 және 13 сәуір аралығында ауа температурасы көтерілгендіктен қар мен мұздың қарқынды еруі жалғасады. Абай облысында да осы аралықта таулы аймақтарда қар еріп, көлбеу ағын жүреді деп күтіледі. Алдағы тәулікте әсіресе республиканың оңтүстік шығысындағы және шығысында ағын сулардың қалыптасуы болжанып отыр. Тоқаев әлемдік нарықтағы жағдайдың өзгеруіне байланысты үкімет басшысы, ұлттық банк төрағасы және басқа да лауазымды тұлғалардың қатысуымен жиын өткізді. Оған арқау болған негізгі тақырып әлемдік нарықтағы тарифтік қақтығыстардың салдарынан энергетика ресурстары және негізгі тауарлар бағасының құлдырауына байланысты ел экономикасында қалыптасқан ахуал. Мемлекет басшысы үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың іс-қимыл жоспарын қысқа мерзімде аяқтауды тапсырды. Бұл жұмыс қаржы экономикалық дағдарыс кезінде өсімді және тартылатын инвестиция көлемін төмендетпеуді көздейді. Президент бұл қолайсыз жағдайға қарамастан еліміздің экономикалық дамуы ірі инфрақұрылымдық жобалар, цифрландыру мен жасанды интеллектіні дамыту, ауыл шаруашылығы мен көлік логистика саласын жаңғырту бастамалары толық жүзеге асырылатынын айтты. Президент келесі аптада осы мәселеге орай арнайы кеңес өткізуді жоспарлап отыр. ақш президенті Дональд Трамп әлем елдеріне салған салықты ғалымдарды 90 күнге шегерді. Ақ үй басшысы ұсынған жеңілдікке 75-тен астам ел ілігіп отыр. Олардың аты нақты аталмағанымен дені келісімге оқталған мемлекеттер екені мәлім. Олар 3 айлық үзіліс кезеңінде ең аз 10% мөлшерлемемен баж салығын төлейді. Айта кетейік, тізімге Қытай енгізілмеген. Аспан асты еліне керісінше 125%-ық салық салған. Бейжіңде қарап қалмады. ақштан келетін тауарлардан 84% ақы алатынын мәлімдеді. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. The deal's going to be made with China. The deal's going to be made with every one of them. And there'll be fair deals. I just want fair. Дональд Трамп жариялаған 90 күндік үзіліс әлемдік нарықты қайта жандандырды. Бір күнде S&P 500 көлемі 9,5%-ға көтеріліп, NASDAQ 12,2%-ға ұлғайды. Бұл 2001 жылдан бергі ең жоғары тәуліктік өсім болды. Долларда қайта нығайды. 4 жылдық минимумға түсіп кеткен мұнай бағасы 4%-ға қымбаттады. Қазір Brent маркасының бір баррелі $65.31 саудаланып жатыр. Ал WTI мұнайы бағамы $62.27 жеткен. Еуродағы ақшқа 10 және 25%-ық салық салды. Жаңа тарифтік алымдар 23 миллиард долларға тең барлық тауарды қамтиды. Бұл Еуропаның Трамп саясатына қарсы қолданған алғашқы пакеті. Атап айтқанда ақштың алюминий мен болатқа салған 25%-ық ақысына қарымта жауап. Жаңа салықтық тариф кезең-кезеңмен күшіне енеді. Алғашқылары 15 сәуірде қабылданса, кейінгісі 15 мамыр, соңғылары 1 желтоқсанға деп белгіленген. Еселенген ақы бадам, апельсин шырыны, құс еті, соя бұршақтары, болат пен алюминий тіпті темек мен яхталардан да алынады. Еуропалық комиссия ақшқа қарсы қолданылатын шаралардың екінші пакетін әзірлеуде. Жаңа салықтық алымдар келер аптаның басында жарияланады. Әлемдік сауда соғысынан бөлек қазір Иран мен ақш арасындағы текетірес күн санап ушығып барады. Вашингтон Тегеранға қарсы күш қолдануы мүмкін. Ақ үй басшысы Дональд Трамп бұл туралы журналистерге берген сұхбатында ашық айтты. Ол қайткенмен де Иранға ядролық қаруды иемденуге жол бермейтінін жеткізді. Қажет болса, әскери күшке жүгінетінін де жасырмады. Бұл ретте жетекшілік рөл Израильге беріледі. Трамп Иранға қарсы әрекеттерін алғашқы президенттік мандатында бастаған. Ол Ислам Республикасына бірқатар санкциялар салып, ядролық бағдарламаны қабылдауға тосқауыл болған. Қазір қос тарап өзара келісім жасауға оқталуда. Екі ел билігі жақын арада Оманда бас қосуы тиіс. Ресей үшін 155 қытайлық азамат соғысып жүр. Мұндай ақпаратпен Украина президенті Владимир Зеленский бөлісті. Олардың аты жөні, төлқұжат мәліметтері қайдан келіп, қайда қызмет атқарғанында мәлім. Зеленскийдің айтуынша қанды қырғынға адам тарту үшін ресейліктер TikTok желісін пайдаланған. Одан бөлек өзге де қытайлық әлеуметтік желілерге жарнамалар таратып, сол арқылы жұмысқа алған. Дегенмен Қытай билігінің бұдан хабар жоқ. Зеленский шетелдік сарбаздарды жалдаудың түрлі схемасы бар екен мәлімдеді. Оның көбі жасырын түрде жүргізілетінін де ашып айтты. Бұған дейін ол Донецкте Ресей үшін соғысқан 2 Қытай азаматының ұсталғанын хабарлаған болатын.
Қызылорда қаласында ыстық сумен жабдықтау жұмыстарын жүргізу үшін үкімет резервінен 5 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражат жобаның екінші кезеңі, яғни 236 тұрғын үйді су жүйесіне қосу үшін бағытталады. Жалпы құны 26,2 миллиард теңгеге бағаланған жоба негізінен екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде, яғни 2024 жылы 187 тұрғын үйді су жүйесімен қамту жұмыстары басталған еді. Оған үкімет резервінен 11 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Жоба нәтижесінде 423 көп қабатты тұрғын үйге ыстық су қосылуы тиіс. Айта кету керек, бүгінде Қызылорда қаласы орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі жоқ республикадағы жалғыз облыс орталығы.